Баршаңызға сәлем, сізбен бірге Айнұр. Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай дәмді әрі тез дайындалатын краб таяқшаларынан жасалатын салаттың рецептімен бөлісемін. Егер де қызық болса, видеоны соңына дейін көріңіздер. Ал енді бастайық. Бізге қажетті ингредиенттер: жеті 8 краб таяқшасы, 2 қияр, 3 жұмыртқа, 1 банка кукуруз, 2 ас қасық майонез және шым-шым тұз керек. Барлық ингредиенттерді төртбұрыштап ұсақтап тураймыз. Біркелкі тураған дұрыс, сонда әдемі болып көрінеді. Өстіп әдемілеп тураймыз. Мен 8 краб таяқшасын қостым. Сіз өзіңіз қалауынша 1 пачкасын қоссаңыз да болады. Біздің балалар бұл салатты өте қатты жақсы көреді. Жей жасаймыз. Қиярды да дәл осылай төртбұрыштап біркелкі қылып тураймыз. Тез турау үшін бәрін біріктіріп турап отырмын. Бұл салат өте тез дайындалады және көп ингредиенттер қажет емес. Жұмыртқаны да өстіп төртбұрыштап әдемілеп тураймыз. Достар, осы каналымда аптасына 2 рет жаңа рецептпен бөлісіп отырамын. Менің каналыма тіркеліп кетсеңіздер, алғысымды білдіремін. Барлық қажетті ингредиенттерді видеоның астына қалдырамын. Кукуруздың суын ағызып жіберіп, кукурузды салғанымыз. Шамалы кукурузды сәндеуге қалдырамыз. Тұзды өз қалауымызша қосамыз. 2 ас қасық майонезді қосамыз. Салатты жақсылап араластырамыз. Ұзақ араластыруға болмайды, езіліп кетеді. Мінекей салатымыз дайын болды. Егер де осы рецепт бойынша дайындасаңыздар, лайк басып, коммент жазып, менің каналыма тіркеліп кетсеңіздер, қуанышты болар едім. Айнұрмен бірге болып, видеоның соңына дейін көргендеріңіз үшін үлкен рахмет. Астарыңыз дәмді болсын. Сау болыңыздар.